Бауыржан мырза келіп қалды тойға. Қалайсыз? Жақсы, шүкір өздеріңіз қалайсыздар. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, тамаша. Той қалай басталып жатыр? Жақсы, әдемі. Ең бастысы 2 жас бақытты болса, одан асқан бақыт жоқ бәрімізге деп ойлаймын. Мен қуаныштымын. Сол Сізді сағынған оқырмандар өте көп. Келгеніңізге дейміз. Рахмет дейміз. Тезірек студияға оралыңыз дейміз, Балауса ханым? Ақбота. Сіз қалайсыз, Балауса ханым? Көңіл-күйіңіз қалай? Керемет, көңіл-күй керемет. Бүгін Нұрдәулет пен Аиданың көптен күткен той. Осы жерде Эташа рәсімі болып жатыр. Риза болып тамашалаймыз. Бүгін бәріміздің қобалжитын күн. Себебі Балауса ханым бар, Бауыржан мырза бар. Тойды абыроймен атқару керекпіз. Не дегенмен басқа елдің келген қонақтарымыз бар дегендей. Бүкіл қырғыз елі қарап отыр, қазақ елі, екі мемлекет қарап отыр, енді барлығын қолдау білдіріп жатыр. Бұл жерде дәстүрлер бар, соның бәрін ескеру қажет, сондықтан да сәл-сәл қобалжу бар, жауапкершілік. Сынамаңыз. Айбат слежка. Қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Сіздермен бірге жарты жүрек. Өзің жарты жүрегіңіз деп жатыр. Әлі жарты жүрегіңіз жоқ. Әлі жоқ. Ниеттелдім. Қазір тура жолға түстік. Енді іздеп жатырмыз. Қиса жолда жүрген. Бұрын кішкене бір бұзықтығым бар еді. Қазір қойдым. Мұны Ақбота көре алмайды. Көздеп жүрген қызыңыз бар ма? Жоқ. Көздеп жүрген жоқ, сөйлесіп жүрген жоқ. Қазір мүлде қыз жоқ. Енді Алла қаласа жазда июльде деп отырмыз. Қыз кездесіп қалады. Басынан ұқсай, Басынан салып жіберейік. Солай. Той төрінде Нұрсұлтан мырза да бар. Бүгін ерекшеленіп басқа түсті костюм шалбар киіп алыпсыз. Басқа түсті ерекше дымы жоқ. Қосылайық төрінде той үзілмесін. Тек қана қуаныш болсын. Осындай қуаныштар үзілмей, біз келе қонақ ретінде. Ақырки айтып жатыр, кеше сізді Данаға аздап ренжіп қалды деген қыз да студия төрінде. Қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Әдеттегідей жарқырап жайнап отыр. Дананың көңіл-күйі топ, ұйқым қанбаған болмаса бәрі. Кеше туған күнді күшті өткіздіңіздер. Құрбы Сейневтің туған күні болды, құттықтаймыз. Күшті өтті ма туған күні? Туған күшті өтті. Таңға ұйықтамай ужастик айттық, жарылдырып берді. Сказка болды анжақ. Әйтеуір 4 көздеріңіз түгел болып, әйтеуір эфирге келдіңіздер. Шүкір. Айбек Эдуарда, Айсұлтан бәріміз келдік. Сол бәрі маған оқырмандар жазады. Өзімнің жекемеде жазады. Айсұлтанның қызы бар ғой, Айсұлтанның қызы бар, еңлік деген дейді. Сол рас па? Еңлік десең? Жоқ, конечно. Бидейді енді. Ана жақта Дана мен Данияр отыр, Айбек пен Эдуарда отыр. Башты мен Даниямен отырған, еңлікпен отырған негізі. Жоқ, енді тыңдасаңызшы. Аяна мен Ерасыл отыр, және Айсұлтан мен еңлік отыр дейді. Мәс саған не дейді?